Баршаңызға сәлем. Мен Айзада Тұңғышбаева. Бүгін сіздерге юбка брюки, кей кезде оны шалбар килоты деп те айтады. Мен соны пішіп тігуін сіздерге көрсетемін. Егер сіздерге ұнаса, лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі көрініп тұрамын. Комментария жазыңыз. Бізге керегі линейка, қайшы, мына сантиметр өлшем и ручка керек. Міне қазір бастаймыз. Біз бастау үшін мына жақтан, мына шеттен, біздікі етек кең болу үшін 5 сантиметрден бұлай қалдырып, бұны мына ұзын линейкамен сызып аламыз. Мінекей, бұл жақ бізге мүлде қажет емес, болмаса бұны бетіп бүктеп қойсам да болады. Мінекей. Енді біз бастаймыз. Бұны бастау үшін бөксемізді аламыз. Міне 51 сантиметрімізді бұлай бүктеп, бұны мына жаққа белгілеп аламын. Мінекей, мына жаққа да белгілеймін. Жан-жанына белгілеп бір квадрат сызып аламыз. Міне, енді осы жерді квадраттаймыз. Осы жағын біраз ұзындау қылып аламыз. Міне бізде осылай шаршы шықты бір келкі. Енді біздікі мына жерден 5 сантиметр аламыз. Бұл тұрақты, кез келген шалбарға қолданамыз. Мына жерден 7 аламыз. Сөйтіп, мына ара қашықтықтан 3 сантиметр алып, мінекей 3 алып, мынаны бұлай қоса саламыз. Міне қосып алдық. Енді бізге осы екі аралықты бөлеміз, теңестіріп. Бұл ортадағы стрелка деп айтады. Міне бұны белгілеп алдым. Мына жаққа белгілеп аламыз, түзу сызу үшін. И жоғар жағада осылай белгілеп аламыз. Мінекей бұны енді сызып шығамыз. Міне сызып алдым. Енді бізге керегі шалбарымыздың ұзындығы. Оны мына бастан бастаймыз. 90 сантиметр болған. Мінекей осы жерден мен сызып тастаймын. Балағына өздеріңізге лайықта қосқыңыз келсе, ұзындау кием десеңіз, өздеріңіз қосып аласыздар. Бұл сіздерге байланысты ұзындығы. Енді бізге мынаны бұлай ашамын да, мынау араға қашықтықты арғы шеттен де аламын. Мына жер 20 болды. Бұлай қойып 20-ны алып аламын. Мінекей. Енді мына точкаларды осыған қосамын. Мына жақта солай. Мына төбеден қосамыз. Мына жерден емес, төбеден осы жаққа қосамыз. Мінекей қарап тұрсаңыздар, мына менің бөксем өзіме шақ, мына балақ жағы кең болып тұр. Мінекей бізде шалбарды 4 салдық, бірақ мына 7 сантиметрден бұлай қарай 4 сантиметр сызамыз. Бұл жерге бізге алдына замок салынады. Мына жаққа біз қалта саламыз. Мінекей қазір біз бұны қырқып аламыз. Тура сызған сызығымызға қырқамыз. Мінекей қазір пішіп алған мына затымызды, бұлай қарай жатқанды, енді біз бұлай қарай айқастырып саламыз. Мына балаққа тура келу керек. Мінекей менікі келіп тұр. Неяқты бұлай қоямын. Міне қойып алдық. Енді бізде ұзындығы бәрі жақсы келіп тұр. Енді қарасаңыздар, мына жерден біз 6 сантиметр аламыз. Мына жерде бізде
или замок, или түйме болады. Сол мына сызықтан кейін аламыз қыздар, міне. 6 сантиметрді алып, жоғары қарай көтеріп, 4 сантиметрімізді алып аламыз. Бұл тұрақты. Мына жерден 5 сантиметр болады, мінекей. Енді осыны біз қоса саламыз. 4-ке осы сызығымызды қосамыз. Міне, қостық. Енді мына жерін бұлай сызып аламыз. 7-ге шейін негізінде мына жер 5 сантиметр болу керек. Бұл енсіз мата болғандықтан, бірде 40 мата болғандықтан шықпай қалды. Шықпаса да біздің мына бөксеміз өте үлкен. Енді біз осы 1 сантиметр жерімізді бұлай қарай түз ұғып сызып аламыз. Осылай қырқамыз. Мына жағында бұлай қырқып тастаймыз. Енді мынаны ашып, мына 4 сантиметрге қосуым керек. Мінекей, даже мынаны 5 сантиметр шығаруға да болады. Бұны шығару үшін маған клин жалғау керек. Бұрын шалбарлардың бәрінде клиндар болған. Міне бұлай клин қоюымызға болады. Мінекей, қазір сол 5 сантиметрімізді абаламыз. Мінекей 5, мына жерден түзу шығып тұр. Енді осыны міне қарай қоса сызақта болады. Мінекей бәрін сызып алдық. Енді мынаны алып тастап, оны қырқып аламыз. Мінекей, мына жерге бүйтіп жалғаймыз бұны. Енді мына шетін кесіп аламын. Мына шетімен де жабып, осы жағын кесіп тастаймын. Міне осылай. Мына қалтаны қалай салуын көрсетемін. Қалта әйел балдарға 13 сантиметр жетеді мінекей. Бұлай қарай 5 сантиметр болады. Бұны әр түрлі қып алуға да болады. Түзу, прямой қып та алсаңыз болады, бүйтіп түзу қып. Осылай да алынуға болады. Болмаса, осы жерден бұлай жұмырлап та ала аласыз. Өзіңіздің қалағаныңызша алуға болады. Бұлай қарай 13, бұлай 5 сантиметр. Қазір мен 40 аламын. Мен қазір сіздерге мына жұмырлауын көрсеткім келеді. Бұл джинсы шалбарларға, юбкаларға, менікі юбка брюки болған екен, мен осылай алып тұрмын. Егер классический шалбар болса, бұлай түзу алуға да болады. Мінекей. Енді осыған қалта түп пішеміз. Қалта түп дегеніміз ол мынандай матамызды аламыз бүйтіп. Міне матаны бұлай аламыз. Мына ортадағы немен бұлай төртбұрыш қып алғым кеп тұр. Мына салғанда да осы түзу аламыз. Мына жерді бұлай. Мына мұқият сызу керек біз бүйтіп. Мінекей алып алдым. Енді біз мынағын жұмырлай саламыз. Мына бұрышты да жұмырлаймыз. Мына жанындағы тігістікке тиіп кетпеу үшін біз 2 сантиметрде бері алып, мына жерден де бір 2-3 сантиметр алып аламыз. Міне бұны кесілуі, бүйтіп кесе саламыз. Бұл негізі 2 қабат болу керек. Мінекей. Қазір кесеміз бұны. Және осындай біреу кесіп аламыз. Міне жерден.
Міне кесіп алдым. Енді екеуін бір жұмырлаймыз. Мына қалтатып бұрыш-бұрыш болмау керек. Сол үшін осылай думалап жұмырлап аламыз. Мінекей, бұны алдым. Енді қарасаңыз, мына жақтарды тегістеп алайын. Мынаның екеуін бұлай алып қоямыз. Міне енді біз жаңа сызған жерді бұны кесіп аламыз. Мінекей, сонда мынандай болып тұрады. Мына қалтамыздың көрінісі. Мына жерден қолын салады, бұлай қарай. Мына жерді тігіп шығамыз. Ол тігу барысында көрсетем. Мына әдемі жұмырлап қояйын. Міне осылай қалта астары пішіледі. Қазір мына қалтаны қалай салуын көрсетемін. Міне біз бұлай алып алды. Енді мынаусын алып, мына жерге қоямыз. Міне тура осылай. Мынаны мына жағына қойып аламыз бұлай. Біз қазір осы жерден 5 мм-де етіп бұлай тігіп шығамыз. Мінекей, осылай тігіп шығамыз.